Қытай жаңа жылы 2025 қандай даталарды білуіміз қажет? Сәлем достар, егер Қытай сайттарынан заказ беріп жүрген болсаңыз, мына даталарды еске сақтаңыз. 20 қаңтар, яғни кеше бізде көптеген карголарда заказ беру аяқталды, яғни сіз бүкіл заказыңызды салып, ол заказдар 21-22 күндері складқа жетіп үлгеруі қажет. 22 қаңтар бізде ең соңғы отправка, тіпті кейбір карголарда бүгіннен бастап отправканы толығымен жасап тоқтатып жатыр. Ал негізінен Қытай жаңа жылы биыл 29 қаңтар күні тойланады. Алайда қытайлықтар бұл мейрамды үлкен ауқымда атап өтеді. Сол себептен көбінесе бір апта бұрын демалысқа кетеді. Ал жұмысқа шығу уақыты 6 ақпанда көптеген карголар өзінің жұмысын 7 және де 8 ақпан күндері бастайды. Сол себепті достар, егер заказдарыңыз болса, тек қана 7-8 ақпаннан кейін ғана заказдарымызды береміз. Ал байқамастан кеше бүгін заказ берген қолданушылар бар болса, ол товарлар жоғалып кетпейді, складта тұрады. Тек қана демалысқа шыққаннан кейін отправкаға жіберілетін болады. Ақпарат пайда болса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Барлық пайдалы ақпараттарды осында бөлісетін боламын.